Vibe кодинг жасау үшін Google интерфейсіне Gemini жасанды интеллектін пайдаланамыз. Осы жерде инструменті бөлімінен Canvas бөлімін таңдап, өзіңізге керекті тақырып бойынша жаза бересіз. Мысалы, мен 2-ші сынып оқушыларына арналған жаратылыштау пәнінен HTML форматында интерактивті ойын жаса. Тақырыбы күн жүйесі, тақырып түсінікті, оқушылардың деңгейіне сай, фон, ғарыш әлемі болсын деп тапсырма беремін. Әрі қарай бізге осындай Gemini цифрлық құралы осындай кодтарды жазып береді. Осы Vibe код арқылы интерактивті ойын жасалынады. Сәл күтеміз. Мінеки, осы 2-ші сыныпқа арналған күн жүйесіне саяхат деген тақырыпта интерактивті ойын жасалынды. Яғни біз осы ойынды балаларға ойната береміз. Бұны ары қарай сілтемені көшіріп алып, кез келген браузер жолағына немесе Google интерфейсіне қоямыз сілтемені. Мінеки, ары қарай осындай ойын шықты. Балалар панельдік экранда ойынды ойнап, немесе бұны үй тапсырмасы ретінде де беруге болады.